Жүктілік әйел өміріндегі ең нәзік әрі қасиетті кезеңдердің бірі. Қазақ халқы ертеден-ақ жүкті әйелге ерекше құрметпен қарап, оны қорғауға тырысқан. Сол себепті халқымызда жүкті әйелге болмайды деген тыйымдар мен сенімдер қалыптасқан. Бірақ бұл тыйымдар қорқыту үшін емес, ана мен болашақ баланы сақтау үшін айтылғанын түсіну маңызды. Ендеше қазақы танымда жүкті әйелдерге не істеуге болмайды деп есептелген. Және олардың мәні неде? Біріншіден, жүкті әйелді ешқашан жалғыз қалдырмауға тырысқан. Әсіресе қараңғы уақытта. Бұрынғы адамдар жаман энергия, жын-шайтан тиеді деп сенген. Ал қазіргі тілмен айтсақ, бұл психологиялық қауіпсіздік. Жүкті әйелдің қорқынышы, уайымы баланың жүйке жүйесіне әсер етеді. Екіншіден, шаш қиюға байланысты тыйым бар. Шаш әйелдің қуаты деген түсінік болған. Сондықтан мүмкін болса, жүктілік кезінде шашты кеспеген. Ал егер кессе, шашты кез келген жерге тастамай, жинап көмген. Бүгінгі медицинада шаш қиюға тыйым жоқ. Бірақ бұл сенім әйелге өзін бағалауды, күтімді еске салған. Үшіншіден, түнде айнаға көп қарамау. Халық сенімінде бұл баланың мазасыз болуына әкеледі делінген. Ал шын мәнінде түнгі уақытта жалғыз отырып, ұзақ ойға бату. Жүкті әйелдің көңіл күйін түсіріп, уайымды күшейтеді. Төртіншіден, жүкті әйелге жаман сөз айтуға, ұрсуға, қорқытуға қатаң тыйым салынған. Ананың естіген әрбір сөзі балаға әсер етеді деген түсінік бар. Қазіргі ғылым да мұны растайды. Стресс гормондары баланың дамуына тікелей ықпал етеді. Сондықтан жүкті келіншекке жылы сөз, тыныш орта қажет. Бесіншіден, өлім-жітім, жерлеу рәсімдеріне бармауға тырысқан. Мұны теріс энергия деп түсіндірген. Ал шын мәнінде бұл ауыр психологиялық соққыдан қорғау. Алтыншыдан, босануға дейін киімнің тігісін қоятын, байлайтын нәрселерді жасатпаған. Бала жолы байланады деген наным бар. Мұнда да символикалық мағына жатыр. Босану жеңіл, жолы ашық болсын деген тілек. Жетіншіден, есікті теуіп ашпау, пышақ ұстамау, төрт жолдың торабына бармау секілді тыйымдар айтылған. Мұның барлығы жүкті әйелді қауіптен, артық қозғалыстан, жарақаттан сақтау үшін ойластырылған. Сегізіншіден, ауыр зат көтеруге мүлде болмайды. Бұл тек сенім емес, нақты медициналық ереже. Ауыр көтеру түсікке немесе ерте босануға әкелуі мүмкін. Ең маңыздысы, жүкті әйелге қамқорлық көрсету ең алдымен күйеуінің және оның туыстарының міндеті деп есептелген. Себебі болашақ бала сол әулеттің жалғасы. Жүкті келіншекке жаман сөз айтуға, қорқытуға, кемсітуге, ауыр жұмыс істеуге мәжбүрлеуге ешқашан болмайды. Қорытындылай келе, бұл тыйымдардың барлығы қорқыныш емес, даналық. Қазақ халқы ғылымды білмесе де, әйел мен баланың жанын түсіне білген. Сондықтан бүгін біз осы сенімдерді қорқып емес, мәнін түсініп қабылдауымыз керек. Жүкті әйел әлсіз емес. Ол екі өмірдің иесі.